Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге сарымсақтың адам ағзасына қандай пайдасы бар және де зияны жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көріңіз. Бактериялармен күреседі. Сарымсақты шикіде жесеңіз аллицин бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Бірақ сарымсақты қыздырсаңыз немесе ыстық суға салсаңыз, ол аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қосыңыз. Ағзадағы өкпе құрты, кандидоз, герпес сияқты аурулардан қорғайды. Қан айналым қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырларының жүйесін қамтамасыз етеді. Күніне бір бөлігін жесеңіз, қан айналымыңыз жақсарып, холестерин мөлшері 10%-ға төмендейді. 12 апта бойы сарымсақты үзбей жесеңіз, артериалды қан қысымын реттейді. Қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратын адамдарға күнделікті сарымсақ жеген жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулин ыдырауын баяулатады. Қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирустық аурулардың емдеуге өте жақсы. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60%-ға алдын алуға болатыны туралы дәлелденген. Тұмаумен ауырсаңыз, емдік үшін күніне 2-3 рет мұрныңызға сарымсақтың суын тамғызсаңыз болады. Қатерлі ісіктің алдын алу. Сарымсақтың құрамындағы микроэлементтер ағзадағы шлакты ғана шығарып қоймай, қатерлі ісіктің жасушаларын өлтіреді. Қатерлі ісіктің пайда болу қаупін 25%-ға төмендетеді. Соның ішінде асқазан ірегі, тоқ-ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісіктерінің қаупін азайтады. Паразиттер. Аскорбитозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балалардың ауыратын ауруы. Оны тудырушы аскорбида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құртымен күресудің табиғи және де тиімді жолы. Сарымсақты шикідей жеген жөн. Ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлін бөлуіне және де темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ішек жұмыстарын жақсартып, тәбетті ашады. Буын аурулары. Сарымсақ аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алады. Зақымданған буындарды қалыпқа келтіреді. Сүйек майларын жойылуын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақ құрамындағы дәрумендер терінің серпімділігін сақтайды. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Күніне сарымсақты 1-2 бөлігін жесеңіз болды. Артық салмақпен күрес. Сарымсақ жеу артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік береді. Сол үшін күніне 2-3 грамм сарымсақ жеген жөн. Сарымсақтың зияны. Сарымсақты шамадан тыс көп жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазан ауруымен ауырсаңыз, сарымсақты жемеңіз. Сарымсақты көп жесеңіз, ішектегі газ мөлшері көбейіп, жүрек айнып, бас ауырып, дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құрамындағы пайдасы бойға дариды. Сіздермен бірге болған арайлым. Бүгінгі ақпарат пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.